Сәлеметсіздер ме? Менің атым Тургунова Мавлудахан. Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласының нөмірі 24 орта мектебінің 11 А сынып оқушысымын. Ұлтым өзбек. Өзбекстан Республикасы Анжан қаласында туылдым. Отбасым Қазақстанға жұмыс бабымен келгендіктен мен 7 сыныпта қазақ еліне келдім. Бұрын жазып, оқып көрмеген тілмен таныстым. Қазақ пен өзбек ұлты туысқан халық болғандықтан маған тіл үйрену жеңіл болды. Біз отбасымыздың негізі өзбек тілінде сөйлесеміз, ал достарым мен қазақ және орыс тілінде араласамыз. Елімнен жырақта тұрсақ та өзбек ұлтының салт дәстүрін, ұлттық мерекелерін отбасымызбен ұлықтаймыз. Кей мерекелер, кейбір салт дәстүрлер қазақ халқына ұқсас болып келеді. Мысалы, тәрбиеде үлкенді құрметтеу, кішіге ізет көрсету болса, мейрамда көктемгі Наурыз мерекесінің орны ерекше. Мен қазақ әдебиетін ерекше қызығушылықпен оқимын. Әсіресе маған ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы өте әсер етті. Бұл шығарма арқылы мен қазақ халқының тарихын, тұрмысын, салт дәстүрін, дүниетанымымен тереңірек түсіндім. Абай бейнесі арқылы білімге ұмтылу, адамгершілік, әділдік, еңбекқорлық сияқты қасиеттердің маңызын ұқтым. Қазақ әдебиетін оқу менің тілдік қорымды байытып қана қоймай, қазақ мәдениетіне деген құрметімді арттырды. Ары қарай жеткен жеңістерім жайлы айтқым келеді. Мен білім жолында белсенділік танытып, пәндік олимпиадаларға қатысып келемін. Облыстық пәндік олимпиаданың 1 орын жүлдегерімін. Ал республикалық пәндік олимпиаданың 2025 жылғы 2 орын иегері атандым. Сонымен қатар 2026 жылы өткен қалалық облыстық пәндік олимпиадалардың 1 орын жүлдегері болдым. Бұл жеңістерім менің білімге деген қызығушылығым мен еңбегімнің нәтижесі деп білемін. Менің бүгінгі жеңістерім мен қалыптасуыма ең алдымен ата-анамның тәрбиесі мен қолдауы зор ықпал етті. Олар маған еңбекқорлықты, үлкенге деген құрмет, кішіге ізет көрсетуді үйретті және қай елде өмір сүрсем де білімді, тәрбиелі адам болуды аманат етті. Отбасы менің ең басты құндылығым. Мен үшін отбасы тәрбие мен мейірімнің бастауы. Ата-анам маған кішкентайымнан еңбекқор болуды, үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті сезінуді үйретті. Қай жерде жүрсем де, өз ұлтымда да, өмір сүріп жатқан елімде де құрметтеу керектігін санама сіңірді. Әр жеңісіме қуанып, әр қадамымда қолдау көрсететін де менің отбасым. Сондықтан мен өз табыстарымды ата-анамның тәрбиесінің нәтижесі деп білемін. Отбасында алған тәрбие мен құндылықтар адам өмірінің әр сатысында қолдау болып, өмірлік ұстанымға айналады. Сондықтан осы тақырыпты зерттеу арқылы отбасы туралы терең түсінік алу, оны нығайтуға бағытталған шараларды қолға алу қажет. Мен ұлтым өзбек болса да, Қазақстанда білім алып, осы қоғамның бір мүшесі ретінде қалыптасым келеді. Менің достарым, ұстаздарым, жеңістерім бәрі осы елмен байланысты. Қазақстан татулық пен бірліктің мекені. Осындай бейбіт елде білім алып, болашағымды осы жермен байланыстыратынымды мақтан тұтамын. Сондықтан мен сеніммен айта аламын. Мен Қазақстан азаматымын. Назарларыңызға рахмет.